сұрақ қоюға бола ма? Иә. Біз барып, осыны өткен кезде әйел адамның алдына, ол кісі сондайды қарап айтады. Сіздің жүрегіңізде құрт бар, өкпеңізде құрт бар, асқазанда құрт бар деп. Сол ұқпадым мен, ол қалай жүректе құрт болушы мен? Енді бұлайша айтқан кезде, не дейді, жылқыда өт жоқ қой. Енді қарасаң жылқыда өт жоқ болғаннан кейін, сосын жылқының асқазанының бәрінде құрт бар. Енді мысалы адам деген өзі, не дейді, құрт қаяқта өмір сүреді өзі. Абай атамыз соны айтып кеткен ғой. Адам деген боқтың қабы, өлсең боласың сасық боқтан әр дегенде. Ол енді біз енді құртсыз өмір жоқ. Біз бәріміз ертең өлгеннен құрттайды. Сондықтан енді ол құрт деген не ол? Құрт дегеннің өзі соны құртты біз меңгеру үшін не қыламыз. Соның үшін жүректе құрт бар десе, ол солай техникаға түсіп тұр да. Сол енді ол құрттан барып жыланға айналуы да мүмкін ол. Құртсыз өмір жоқ. Құртсыз тіршілік жоқ. Құрт личинкалап жатыр. Иә, сол біз сол құртты көбейтеміз. Сол сен ішіңде асқазан оның бәрі құрт арқылы не болады да. Сосын айтады ғой, құйрығынан да құрт шығып жатады. Иә. Сол айтады ғой, сенің құртың жыбырлап барады ма деп. Осының бәрі ол біз жаңағы жерді жәндіктер үшін жараттың деймін. Адамда жоқ нәрсе жоқ, әлемдегі бар нәрсе бәрі адамда тұр да. Адамзатта тұр. Сондықтан бұл жердегі олардың енді солай бәрі бір керемет, осы кәдімгі техникаға түскен, соның бәрін мен керемет деп қабылдауым керек. Оның керегін алу керек. Міне сол zaman келді. Мен сендерге нені айтып отырмын? Олардың біраз қағазын беріп, мен мысалы оны оқымаймын да. Ол енді забурден, неден пайда болған, мына өріс анаумен байланысты, мынау деген бар. Біз соны өзгерту үшін мен соны не болады. Сендер сондағы сендерге керегі бұрын екеуің барсыңдар ғой. Екі-ақ нәрсе мынау, осы өріс түсіретін. Қалғанның бәрін түкке де керек жоқ та. Олардың сендерге қойған ана жерің бар, мына жерің ауырады дейтін, тіптен қарасаң, кімнен келді Райсадан. Анау қандай тамақ ішу керек, магнийдің құрамы қанша, соған дейін бәріне ананың бәрін енді қарап отырсаң, енді оның бәрін меңгеру мүмкін емес оның бәрін. Бүкіл химиялық элементтердің не жетіспейді, ол дұрыс, ол білім ғой. Бірақ соның бәрін бізге түкке де керек жоқ та. Түкке де керек жоқ. Ол туралы ойлаудың керек жоқ. Бізге бірақ нәрсе енді керек, бірақ барлық нәрсе біздің мына үш қышқылымызға келіп тіреледі. Сафра лимфосал дейді, қара қышқыл, сары қышқыл, қан суы дейді. Осы үшеуін. Осы үш қышқылдың халін мына қазіргі сендердің суреттерін көрсетіп тұр. Сол үш қышқылдың халы керек, сосын біз не керек? Осы сандармен байланысты, енді Құран аяттарымен байланысты қазақтың бой өрісін, бой жетті, бой деген осыны біз жарыққа шығаруымыз керек. Яғни оны бізге аруақ айтып тұр ғой. Бұл жердегі не керек бізге? Сендерді түсірген мынау түр, түс міндетті түрде керек. Осы Райсаның мынау түсірген түрі түсі, мынау түсі, кез келген мен намазханмын дегендермен енді салыстыру керек. Қиын осында тұр енді. Енді осы Райсаның қазір осындай ма? Райса осындай дәрежеде тұр ма? Әлі толық маңдай көзі ашылмаған, осының бірақ айту уақыты келді, кемпірлік жасқа айту бала шағады, немере сүйіп отыр. Енді соның қазақша өмір сүрген ғой енді. Бірақ енді кемістігі тұр ғой бұнда. Ол неге? Ол тағдырмен байланысты. Ол кезінде енді сол Райсамен мына бұрылды да сол енді. Осымен байланысты біз енді қазір бұрынғы бұрылдар бар ғой енді келіп атқан. Бұрынғы Райсалар бар ғой. Біз солармен салыстыруымыз керек. Біз қазір өзіміз ішімізде соны зерттеуіміз керек. Сол сияқты қазір Ырысқалиді да барып түсу керек. Ырысқали түсіп қойсын осы кезде. Себебі ол өзіне керек. Кейін, біраз уақыттан кейін мына санменен салыстырамыз міне. Ырысқали мысалы сұрақ туады. Ырысқали жетілді ма, жетілмеді ма? Ертең жарты жылдан кейін. Сол сияқты Қонысбайды да. Қонысбай екен, сізді жетілдіңіз айтты. Осы кезде сіз түсіп қойсаңыз, енді оны неге керек? Ертең айтады, мен дейді, оны отырған Ырысқали деген кім дейді оны? Мен деген анау. Бардым да, неден барып, Арабтан барып, Құранды деген арабша білемін мен бәрін еткен. Сол кезде өрісті көрсетіп.
Ұрысқали деген бір ауыз арабша білмейді. Мінеки. Ол ішіндегі мына дүниелерін олмен соның ішін тазартумен осымен мінеки Ұрысқалидың міне. Аллаға, Алла сендерді көріп тұрушы еді ғой. Аллаға ұсынып атқан осы мінеки, діні. Міне, дін деген осы. Ұрысқалидың діні мынау Аллаға ұсынып тұр ғой. Сендер діндеріңді Аллаға ұсынып дегенде, ана өрісіңді, бой өрісіңді ұсынып. Алла сосы, осы арқылы Алланың, құсына біз Аллаға жақындап өткен, біз өріс арқылы бүкіл ана неге баға беруді үйрену керек та. Міне осыған келіп тіредік. Сол сияқты керек па мен де түсіру керек. Ол әйел келеді екен. Айболат ағаны түсірген Жанар деген келіншек. Есімі Жанар екен. Қайыроның Керейдің қызы. Жоқ, ол Керей болсын, ол не болсын, оның маңызды емес та ол. Ол маңызды емес. Кім қазір мысалы айтады мен қожамын бәрін. Ол қазір қандай рудан болған маңызды емес, себебі ортаға тайқазан қойылды. Кезінде осындай болған. Сол ғазабат соғыс бастаған кезде тайқазанды ортаға қойып, Алау Батыр болу керек, Алау Батыр жұмсаған. Алаш бабамыз басында бұлақтан соны солып келесің деп. Алаш бабамыз басынан бұлақтан солып келген, қазір жабық тұр ғой ол есікте. Сол бұлақтан солып келіп, тайқазанға құйып, ана тамақтарды ортадан ас берген. Яғни біз барын қазірде сондай тайқазан ортағына елді, сен қай рудан, сен кім бол, оның бәрі сен қазақсың. Біз тайқазанға келіп тірелеміз. Қазір ата жол деген сол тайқазан. Сондықтан сен Керей бол, Уақ бол, Алтын бол, басқа бол, Әлім бол, сен оның бәрі қазір бір. Солай түсіну керек та. Сен қай жүзді екенің деп бір. Сен өзіңді Құдайға ұсындың ба? Болды. Сол тайқазаннан Құдай бізге несібеміз беріп отыр. Себебі ол маған көрсетті. Сол тайқазанды енді не дейді? Сандық бар. Сіздерге айтылды ғой сол. Сол тайқазан 555. Енді ол тайқазаннан біз бас тарттық деді. Гүлмирада, Уәлибайларда, Айболаттарда. Айтты, бас тарттық деді біз. Солай ғой. Сол 555 біздің арамызда тұр. Сол тайқазаны үлестіруші менмін әзірге. Жек көрсеңдер де, мейлі қалай десеңдер, Алла тағала маған үлестіруші қылып қойды. Мен кімге артық бердім, кем бердім, оны жауабын мен енді өзім беремін міндетті. Жауапсыз кетпейді. Мүмкін шынымен біреуге артық беріп қойған шығармын. Біріне жақындықтарды. Біреуге кем берген шығармын. Ол зікірден де түсіп жатыр ғой. Абай болыңдар деп. Сол тайқазаннан қазір сол тайқазаннан берген сол соған бүкіл әруақтар үлестерін қосып жатыр соған деп салып жатыр. Ол мен Керей екем, Уақ екем деп отқан жоқ. Бәрі сол қазанға келіп салып жатыр. Оның кім алып жатқанын ол соның өздері солай үлестіріп жатыр. Сондай енді оған аятпен көрсеткені бар сол ол және 25 санмен байланысты екен. Тағы да 555 деп тұр, 25 санмен. Соны сіз дейді, маған дейді, үлкен тайқазанда ет асылып жатыр екен, бұл ата жолың деп айтты, соны сіз ет алып бердіңіз де, сосын 25 сом бердің деген, сондай. Сөйтіп маған аян алғандар айтты кезінде. Мен соны енді сол жайнақтағыды қазір отқан соның бәрі сол тайқазаннан сол қаражатпенен түсті деп жатыр. Әйтпесе, егер де бізде Алла тағала ондай несіп бермесе, осыны түсінбей отқан сол да барлық мейлі қалай не болсаң да қаражатқа келіп тіреледі. Осында ана ел билеушілер түсінетін болса, сонда осылар қалай не қылып отыр? Пенсиясын да жауып тастадық, бәрін жауып тастадық, тіптен қудаладық, 245 мыңнан айыппұл салдық, бәрі солар ешқандай бұлардан бірде-бір шегіну жоқ, кедейлену де жоқ, сол бір қалыпты келе жатыр. Айтуға болады ғой. Ол не Құдайдың беріп жатқан несібесі ғой енді сол тайқазан. Сол тайқазан тұрғасын. Әйтпесе баяғыда мен енді шында пенсиям жоқ, үйден шыға алмайтын болып қалсам, тек пенсиямды үнемдеп қана барып қайта арыз жазып, ай сайын барып, мен тіптен ғой ютубке шығып соншама не уақытты ғой, өз күн көрсем зар болып қалар едім да. Күн көрсем деп солай болар еді ғой. Соған алып келді ғой. Есеп солай болды. Соларға айтты, бұлар біздің бөліп аламыз да, бізді қаншамасы, ана уәлибалар да айтты, біз бөлінеміз дейді, бітті ана. Сені қатым Құранға аудармаңдар. Қатым Құрандарын қайтып алғандар бар ғой. Оны Құранда айтпан, олар дейді, Алла жолындағы жұмсаған дейді, Алла жолын соған іштері удай ашиды дейді алдарына. Құранда тұр ғой.
іштері удай ашып, кеше ғана Алматыда ғана қатын сұрап алды ғой қайттан. Аудар, мен пәлен мың аударған едім деп. Ана жақтан аруақтардан мен рұқсат сұрадым. Мен шында мен онда бір не деген жоқ, сұрадым, беруге бола ма, зиян тимесін деп. Бере бер де, ертең жатарынан біреуін тесіп шығады, біреуін болады деді. Уақыт деді. Енді шынмы ғой, қайттан тесіп шығады деді. Өздерін қайтып алды. Өздерін құсықтарын өздері қайттан жетті. Болды, солай болды. Сосын енді бұлағаннан кейін қазір, сол енді қазан бізде тұрғаннан кейін кейбіреулер амал жоқ жүр. Амал жоқ жүр. Сезет, ананы қашықтаса ашқатын біледі. Бірақ ол да керек енді. Біреуді дүниеменен, біреуді басқаменен, соны оңай болатқан жоқ. Әйтеуір алға жылысақ болды. Мен айтатқаным енді осы кезде өзін жандайын еркектер керек. Ертең мейлі қанша қазір түсіндіп отыр бұрыл. Алла жақсы болсын, ертең әйтеуір байлы болады, балалы болған кезде, сосын өзі бұл әңгімелердің көбісін бұрылдан ести алмай қаламыз. Болды дейді, жеткен солай ғой. Болды енді мен осы тыныштығым маған жетеді дейді енді. Шома еңбек етті ғой. Әркімнің өзінің несі. Ал қазіргідей ол қалады бұның бәрі. Кез келген әйелде сондай. Кез келген әйелде. Өткен мен қанша қиындықпен келді, үлкен қатыным сондай болды ғой. Қалай жүгірді, күні түні жүгірді. Бірте балдардың бәрі орынға келді, үйленді, немерелер пайда болды. Сосын тіптен мен де керек болмай қалдым тіптен. Айдан саған тамақ бергеннен 10 еркекке тамақ берген. Белгілі ғой енді. Сосын енді бұл керек болмай қалған. Бұрын кішкентай болса, осы жан ашып сөйтіп тұратын еді. Енді тамағымды өзім істеп, таяғымды жуып, қана не болған кезде көздің қиқымен бір қарайды өте шығады. Өліп қалған ана жанашылық. Мен сездім ғой соны. Бұрын ана айтты, мен айта алмадым. Бұрын маған айтты, махаббат қайда деді. Мен айта алмадым, мен махаббат қайда деді. Айтады, өзің ғой, қашып, тамақ істеп берсем ішпейсің менен. Сөйтіп мүмкін ғой. Сосын үндемеймін. Ол солай болды. Сөйте көптен айтты, енді жұрттың шалдары қысап, ана балдарым да айтты ғой. Жұрттың әкелер жүр ғой деді. Не жетпейді дегенде екіп айтты. Біз сені асыраймыз енді деді. Болды енді. Отырмайсың ба, тыныш деді ғой. Бұл не жол деді. Сосын айтты, мен 40-қа толасың, сен қазір шаруаларың болсын, мен қай жолда жүргенім деді. Ол солай айтуға тура келді. Сендерге бірақ енді қашан осы түзелгенше бата жоқ дедім мен білемін. Төтесі сол деді. Түсінсең сол, түсінбесең сол деді. Міне осындай жағдай болды. Себебі неге? Ол келді, ана немерелердің бәрі біреу басында бір жабылып жатады, болды, ұмытты. Сондықтан еркектердің қанын еркек қана түсінеді, әйел түсіне алмайды. Мен сіздердің қаныңды түсінгеннен кейін мен сосын шықылдайтынды. Мынаны істе, түбі Құдай сені құда. Сені ешқашанда әйел сені не қылмайды, Құдай соны не қылады саған. Сүйіспеншілікті Құдай сылады. Әрқайсысын. Қазір мысалы Рысқалидің да халін білемін мен. Айтпайды мен. Бір ауыз әңгіме айтты. Мен бір-ақ рет сұрадым. Әйеліңіз соны дәритпен немен жүремін. Соны сұрадым ғой, болды. Бір рет машинеде кетқанда сұрадым. Қайтып сұраған жоқпын. Қайтып мен туралы, әйелің туралы мен тақырып қозған жоқ. Себебі мен оны онсыз да білемін. Сен түріңнен оқып жүремін да. Әйел мені көрді қандай отқан мен өйткені ол еркек мен өзім өттім. Оны әйелдерге мен сондықтан мен ондай көзін айтпаймын, халық көзіне жасырам. Мен қолым сонда тұр едім. Жасырам оны пайдаланып кетпесін деп. Мысалы қойгеңдер несін жақсы білемін, қалын. Білемін бе еден. Оны бірақ сырттағылар түсінбейді. Сырттағылар тұрып баласы бар, несі бар, сош алған не жетпейді дейді. Не істеп жүрген? Не жетпейді деп солай ойлайды ғой. А мен енді еркектің қалын деймін. Осындай хал болды. Әйелмен екеуміз бардық. Енді нағашысы ғой туғаны. Біздің де ағаларымыз болып келеді бір. Сөйтіп өмір бойы сол қызмет істеген. Үш әйел алды. Әйелдік екі әйел қайтыс болды. Бір әйелінен алды да соның балдарын жетсе қайтып көз үйінде отыр. Сол енді 80-ге жақындап қойған. Сол үйіне барған кезде жолдастарымен карта ойнап отыр. Рахат бір тірлік. Өздерінің несінен карта ойнап отыр да. Мен отырып шамалы әңгіме айттым да шықтым. Сосын айтады, папа дейді, қалай керемет дейді да оны. Қан жақсы, келін күтіп алып. Сосын мен оттапсың дедім мен қатынға. Не деді? Оның қанын сен түсінген, мен түсіндім дедім да. Сен қайдан түсінесің дедім да. Сөйтсем ол ана отырады да, мен бұл айтып отырмын ғой. Аяғым жасыра береді, бүйтіп тыға береді аяғым. Сосын мен байқап қалдым да, не аңдыдым сосын аяғым. Бұның аяғында не бар дедім ағамыздың деп.
сөйтсем ана несі шұлығы нәскиі тесік екен. Ана байқамайды, созып қалған кезде не етті, ана есіне түседі де дереу жасара қояды. Көрінбеу керек та. Енді ана қызмет істеген не қойған, соған келін қаншыны айта алмайды ғой. Маған тесік нәскиі бердің, мынаны ауыстырып бер деп. Ол еркектің халі айта алмайды. Сосын ананы жасырып, не берсе де соны киіп жүріп еді да. Ол киімға. Мен түсіндім ананы. Ай, өмірің бұланы осы тезіріп кетіп қалғаның дұрыс қой деген менде ой болды да. Шында ғой. Сондайларды көріп мен айтамын, 80-ге келіп, түскі тамаққа тойып, кешкі тамаққа қарап кете беру керек қой дейтін да. Мен соған маған шошып кетеді. Сен жалғыз неге соны айтасың дейді да. Мен сондайлар көп көрдім да ана. Ана шалдардың кемпір жоқ деген. Сондықтан мен талай айтадым бірінші еркек өлу керек. Әкеміз кетсе екен дейтін да. Шешеміз қалып, әкеміз кетсе екен. Себебі неге ол ана еркектің сондай әйелдің кетмей қалғаны ол ең үлкен сол қиянат сол да. Сол да сынақ. Сондай 90-ға келді, ой керемет дегенде мен оған ешқандай да иланбаймын. Дұрысы шынымен де, я болмаса Алла тағаладан сұра, саған қуат берсін, тоқал алып, бала өсір, әйтеуір сөйтіп, артыңда қалдыр бәрі. Әйел артта қалсын. Еркек. Сондықтан артта қалатын әйел, кемпірің қартайды ма, бұрын өтетін ма, қам қыл. Мен еркектерге айтадым да, қам қыл. Ана жеті атағыңды меңгерсең, сөйткен сенің ана қонат. Сен өзіңше ешқашан не алмайсың. Ол сондай бір атаңнан қону керек. 4 әйел алған аталаң бар ғой. Соған жалғанбай сен маңдайың ашылмайды. Сен өзіңше тоқал алам деген оның бір әкем нәрсе ол. Ана көп қой еркектермен тоқал алсам, анау бір жақсы екен деп сөз айтып жүрген. Болды ондайлар. Мен ұрыстым әуелсем, сол бұрынғы сондай тоқал алып, сонымен жақсы өмір сүрген сенің атаның әруағына жалғанбай, сен өзіңше оны айтпай. Қазіргі солан көбісінің бәрі бақытсыз көбісі. Тоқал алып, мына масхабпен не дұрыс емес нәрсе ол. Шариғатпен тоқал алуға болмайды. Шариғатпен әуремаңдар. Шариғатпен келіп тоқал алуға болмайды. Бәрі оның бәрі я ұрпақ болмайды, я басқа болмайды, әйтеуір бәрі Құдай ісімен ғана бұның бәрі. Менің әкем 11 әйел. 11 әйел алса, ол енді ол немен шариғатпен алған ғой. Сол ана көп алған, соның бәрі шариғаттың несімен алған, шариғаттың Құдай ісімен алған кезде 11 әйелдің кім ол Құдайсы ол бөлек. Сосын жаңа кімдер айтып қалды ғой, айтып жатыр, дұрыс, оған да солай ескеріп жатыр. Амантай айтты бар ғой, еркек болу үшін мен соны айтып жүрмін, ол ұрықтың еркектің ұры 6-125 ол пайғамбарлық деңгейдегі 11-ші санмен байланысты. 11-ші сан бұны жерде не деп тұрмын? 11-ші санды білетіне розовый инфантилизм зависимость дейді. Енді оның өзі үлкен бір нәрсе тұр ғой. Яғни бағыныштылық бір неменен. Яғни бұл 11 сан тек қана ол қадамдар емес, Құдайға бағыныштылық 11 сан. Қара жұмбақ дейді да. Құдайға бағыныштылық, жол жабабын. Сонымен байланысты болу керек. Сондай, және ол қазіргі сол Амантай сұлтандардан болашақ, олар ойлап жүрген шығар, енді бір керемет, осын енді менген, ешқандай бір пәк сондай қызға үйленсін. Осы қателік. Енді, осы үлкен қателік. Жақсы, онан әйтеу жақсы әйел болады сондай. Бірақ өмірге текті ұрқаға үлген үшін, оның тағдыр әбден бытшыт болып, соған әміліс соның соңында түсіп, анан енді тұқыммен құртан, сол әйел арқылы, сол қыз арқылы тұқыммен құрит деп тұрған, соған үйлендіреді. Себебі неге? Оған қарсы тұратын сенде күш болса ғана. Ұрығың сенің сол жинаған сенің потенцияң соған қарсы тұрып, анан жеңетін болса, ол сонда ол тылсымдық соғыс. Ол көрінбейтін соғыс. Онда неше түрлі ауру тұр, онда бар тұр. Соған, сол әйел адам, сондайға түскен адам, тек қана еркектің ұрығымен ғана тазарылады. Оны білу керек. Соны Шәкәрім атамыз атаның шауқатының көп қой мәні деген. Оқыңдар қандай. Соған сізде дайындап жатыр. Қанша мәні бүлдірдіңіз, соны енді сол 11 айлығын сол атаңыз үшін де жұмыс істеу керек. Соның бәріне қуатты беріп үлгірді ме, үлгірмеді ме? Ол мүмкін емес қой. Тек ол құдайлық жағдайда ғана. Сосын айтады, анау
тағы осындай бір қателік не бар? Осыны ана жастар біліп алсын да. Ана жастар қазір шариғатпен 4 әйел алынды не отыр ғой. Осылардың бәрі ол ана бір-біріне жұқтыру, бір-біріне не қылды. Ал енді Құдай ісіменен жалғанып тұрғанда онда ешқашанда болмайды. Сол ана 4 әйел болса, 4 әйелдің несібесін Алла тағала бөлек-бөлек қойды еркекте. Оның сондай хикметі бар. Оны мен халыққа айта алмаймын. Ол жарылмайды. Ол кейін ондай болған кезде оңшаға да айтамын да. Солай болады. Әр әйел әруақпен байланысты екен соның көрінді. Сондықтан сен мені қарық бол, анағанды ұмыттың, оның бәрі неді. Сонан көп әйел алған пайғамбарымыз сондай дегенде, сонда әр әйелдің өзінше бұл кейін дәлелденетін өзінше бөлек несібесі болған діліне байланысты. Әр әйелдің ділінің қуаты бөлек қой. Сондықтан оның Алла тағала сол көрсетеді, әйелдің өзіне көрсетеді. Сонда бұрынғы уақытта сол маңдай көз арқылы ғана сондай дәрежені меңгерген. Ана көрсетеді, бүгін ана әйеліңе баратын уақыт болды деген. Дереу не қылады? Я болмаса енді ана тыйыл мына әйеліңнен деген болды. Сон қанша сен бірге тұрсаң да, сен ана әйеліңмен жатуға қақың жоқ. Міне. Ол Құдайсының жобасы деген солай. Сіздер қазір сырттан оңай деп жүрсіздер ғой. Оның ар жағын әлі зерттейді, мен әлі оған сосын еркектердің оған кіру керек деген өзі сонда. Сондықтан оның ол бөлек. Мысалы, ол ондай болған кезде күнде кәдімгі не сияқты қазір айтады ғой, енді біреулер айтады, мен енді үйленгенде ойлағанымда күнде төсектес болады. Ол қиын екен ғой дейді да. Әрине, ол бұндай жағдайда бұрынғы уақытта біздің аналарымыз ондай болмаған. Ал еркектің қуатына ол да азық. Бір рет қатынасқан ол мүмкін 1 жылға дейін кері кетпейді. Міне. Соның өзі жетеді. Өйткені сол арқылы жалғанады, сол арқылы тылсымнан қуатын алып тұрады еркек ара. Болды. Немесе сол еркектің қара қуатымен жалғанады да бүкіл тозақтан қуат алып тұрады жатыры. Сол қара жатыр дейді. Қазір сондай бар. Еркектеріне бел қуатында тозақтық тұр. Болды, сосын әйелдеріне сен тұмадың, сенің бәрі, сол жатырың бәрі қараланып қалады. Ол қара дақ тұрған ол ешқашан шықпайды. Сол ғана құрт деген сол жатырда құрт тұр. Ол ешқашан да шықпайды. Ол тек қана сол таза еркектің ұрығымен немесе үнемі бас тартып ана өзің жауың береді. Ханифаның сондаймен дал көріп қойды. Күтті соған күту керек, бай көмектесу керек еді ғой. Көмектескен жоқ, өзін жаққан жоқ. Ол оған керінше кетті, бұл сектант деді. Амал жоқ, үнемі сол қайта түседі, көрсетеді, батадан түседі. Мен әлде де мынау солай бар, ең соңында сол қарғыс сол өзінен өзі шықты дейді. Бірақ ол төсек арқылы тез тазару керек еді. Қазір сондай бұрылда да тұр ол. Сондай неғылған қай-қайсында тұр, яғни жатыр жер ғой, яғни тозақпен жалғанып тұр. Жердің 4 несі қабаты тозақпен байланысты. Сол өте алмай тұр табаны. Сол өте алмай тұрған, табанын өте алмай тұрған мына жерде анық көрініп тұр. Бұл табаны жалғанбағаны Райсада да көрініп тұр мынадан, мінекей. Райсада да көрініп тұр. Мынау тұрған екі не бол? Аяқпен байланысты. Мынау немен байланысты? Осының бәрі, ашық тұрғанның бәрі адамның ағзаларымен байланысты болың бәрі. Оны ол орыстар әлі неған жоқ. Мынау табан жерге жалғанбаған. Бір табанында бар, бір табанында қаралып тұр әлі. Тұр ғой. Сол сияқты енді бұрылда да сондай. Бұрылда да мінекей. Табан түгі онда бұрылда көрің ба, төбесінде қаралық тұр төбенің. Төбеде тұр. Төбеде анау жағында ақпарат төбедегі жалғанып кеткен 5-ші өріс. Төбеде тұр. Мынау тұрған сол 5-ші өріс жалғанып кеткен. Мінекей қол тазармаған, қол жоқ. Екі жақта. Аяқта мінекей аяқ дегеннің бәрі ол қап-қара болып тұр өзі. Жөнбей тұр. Жалғанбай тұр. Ал сонда бұрыл немен келді? Неге қалай ол не болды? Маңдай көзі қабарады. Оның бәрі сол әруақтың көзі. Ол хикмет Алланың. Бірақ ол айтты, кейін ерекстім. Мен керек па дейді, қабар алмай қоям дегенде уақыттарда болды. Әруағымен ерексті. Қап деді, әкең тірі болғанда маңдайыңнан бір деп қап деймін да қоям. Нейім енді? Шырылдап тұр ғой жақтан уақытта. Бір нені үзіп алдың ба? Қазір енді орда деген ол міндетті түрде орданың соны қадірлеу керек. Қазіргі Қонекең осында келіп, 2 мезгіл не отқан өзі үлкен еңбек. Әр нәрсені қарауыл болу керек.
Мен сізге айтқаным сол ғой, сізді шырақшылыққа дайындап жатыр деп астарлап былай ғана айтты да қойдым ғой. Енді қазір мен ордаға келдіңіз ғой, шырақшы болып отырсыз, орданың шырақшысыз қазір. Қазір енді осыны, соны сіз енді оны тексереді, төзіміңізді бір сынақ салып көреді. Көбінесе сондайды сынақ салып, беретін кезде сынақ салады да. Келді Гүлнар деген Өскеменнен. Келді, енді сол şu жерде жатты, сол енді өзінің жұлдызының уақытында, келетін уақытта сынақ салды, ана жақтан қалды да, ағасыма бір ауырып қалған екен, тұра зытты бейді. Қап дедім, күту керек еді дедім да қойдым. Ben не деймін енді? Осындайлар көп мінекей. Кімді шақырады? Жұлдызына байланысты шақырады. Шақырмаған жерге баруға болмайды да. Шақырған қалмауға. Сонда неге бізді бәріміз неге шақырмыз? Мысалы бекетеге шақырды, соны Құраннан сұрады, кім баруға лайық дегенді. Біз қарамайды, бара береді оған. Оның жұлдызы сәйкес келмейді, ол күні емес, әркімнің өзінің күні бар ғой. Мен бір жерге баратын болсам, сұратам, қай уақытта баруға болады. Ол күні жұлдыз келеді. Сондықтан шапыраштардың басын көтеруге қай уақытта күні бұрын сұратып қойдым. Енді қазір мен қолым бос қой, неге зияттап кетуге болады ғой. Болады ғой. Оп-оңай. Бар қой, мүмкіндігім бар міне. Бірақ неге отырмын? Мен осы жерде қазір осы шырақшы қарауылдап отырмын, мұқажаның күнде зікір. Үзуге болмайды зікірді. Сондықтан арыстан неге Абылайхан атаның басына да маған тыйым салып қойды. Тыйым салып қойды. Бармайды. Қайта айтып көрдім ба маған сынам? Ерланның жамандықпен айтқан жоқ. Ерлан айтты, мен қолымды апарып келейін деді. Мен айтты, сылтау айттым, бара алмайын деді. Шынында болғанда сылтау емес, нағыз бол, бара алмаймын қазір, үлгере алмаймын оған деді. Шаруаларым бар деді. Міне осындай әр нәрсе ол Құдай ісімен жүру, мен әрден секіріп әр жерін айтып кетіп жатырмын да. Бірақ араларының өздерінің жалғауларың керек, хикметтер. Мен бәрін бүге шігесінен айта берсем, керісінше сол жолды жабам мен. Маған 1001 есікті ашасың деді. Оған кіріп аласың деген жоқ, ашасың деді. Ашу үшін сол мен әр қайсының соның қағидарын айтып өтемін. Яғни есігін аштым, әр қарай сен оған дейін немен барасың, Мерседеспен барасың ба, есекпен барасың ба, сенің оның жаңағы шаруаң. Оған есікті ашып қойды. Мен соған дейін көше сыпырушымын деген сол көшеден. Соны қанша есікті ашқанын тағы білмеймін. Бірақ айтылып жатырмын, әйтеуір бір тақырып бастаймын, айтамын, бол тастаймын. Ол да бірақ ғылымның көзі. Әрі қарай меңгеру керек. Сол көптен енді қазіргі ең әділдік, егерде ел билікте ақыл болса, осы шынымен мына қазақ қоғамындағы білімдер ақыл болатын болса, мына өріс деген, ауры деген осы Құранда тұр ғой, қазақтың тілінде тұр ғой. Сол Аллаға ұсынатын дініміз, дінім қайда деген кезде, мінекей өріс, мінекей. Мынау отырған, мінекей біздің дініміз. Әркімнің діні Алла сенің өрісіңнен оқиды. Сенің бауырының жағдайын қайтсын. Керек жоқ сен не тамақ ішіп жатқаның, соның бәріне өріске келеді. Міне, өрістен оқылып тұр Алла тағала. Сенің барлық көкіректерің бәрін көріп тұрмын. Сенің көкірегіңе дейін бәрі тұр ғой Құранда. Сенің не айтқаныңды, не сөйлегеніңді көріп тұрмын, бәрі өрісте тұрады деген да. Дініміз. Сондықтан діндеріңді ұсынып сендер жалбарыңдар деген да. Сол замандарда айтып кеткен. Ол заманда қайдан білсін ол өріс дегенді қайдан білсін олар? Зейнет деген, міне зейнет тұр мінекей. Соны айтқан ғой, оның бәрі қашан біз енді бұл білмейміз ғой, қалай дінімізді ұсамыз дегенде, оны бір замандардан кейін түсінесіңдер деген да. Бір заман осы өріс деген осының бәрін сол заман келді ғой енді. Біз неге оны пайдаланбаймыз? Міне мен соны еркектерге айттым, қазір жақсы айтты, бұрыннан кім бастады ма? Сол енді мына түсіретін бір-ақ аппарат керек бізге. Соны сұраңдар, ол аппарат қанша тұрады? Біз жерге бардық қой, біреуін Орысқа бардық. Орыста ондай өріс келген жоқ. Сосын Айболат ағаның есіне хабарласып, соған бардық. Сонда шығады екен өріс. Енді сол өріс шығатын ғана аппарат керек. Орыстығы қажет емес, етпей ма бізге? Қажет емес, оны ол дәрежеге біз келген жоқпыз. Ондағы түрмен анықтау. Ол да керек болады кейін бір не онда. Бірақ қазір біз бірінші класпыз. Бізге сандармен мына өріс керек. Сызықтық белгі, міне. Сызықтық белгі болды. Сол сызықтық белгіні шығарып берсе болды. Қалған сен оны мен танығанмен де, оны айтқан ешкім түсінбейді. Оны бәрі біз түсіне алмаймыз өзімізді. Миллион тұрады екен аппаратымыз. Миллион тұрса, бізге сызықтық белгі, соны зерттеңдер, неғыңдар, қай жерге алуға соны білу керек. Бұл бірақ енді қазір осыны егерде біз осыны пайдаланып іске асырсақ қана аламыз. Ал
пайдаланылмай бәрі естіді, не қылды, қоя қойшы деп, көбінесе бұған енді қорқыныш салып жібереді. Ібіліс күреседі, осыған жолатпауға тырысады. Билікті де, масхабты да, басқа да, ана өріс дегенге жолатпауға тырысады. Міне, енді біз бастадық қой. Соғыс басталып кетті енді. Соны бастап қойыңдар енді сендер. Бұны бастаған толқын ба кімдерге бұл? Енді көбірек бұны сендер пайдалана бастасаңдар, енді ібіліс шырқырай бастайды. Өйткені ашық қойдан көніп қояды ғой. Масқап көніп қояды ертең. Ертең керемені салаптан, палаптан деп жүргендердің бәрі, бақыптан осының бәрі, осыны оқуға болатын енді осыны біз орысқа түсіндіруіміз керек та. Өйткені орыс қайда болды? Орыстар айтыр, бұнда анда-санда кездеседі дейді, анандай өріс толықтар дейді. Болады дейді орыстар. Олар дейді Құдайға жалбарынғандар дейді. Ана священниктердің ішінде солар кездеседі деп отыр да. Ал ата жолы бар екен олардың өріс не екен. Мысалы, осы мына бұрылдың өрісі мынандай болып тұр ма? Енді қазір сол мақтанып отырғандардың түсіршін қандай болады? Мен соны түсіртіңдер қалайда. Ақшасын бересің түсіртіңдер. Ең бір ана қазір әлі қамшалмағандарды түсіртіңдер. Сонымен салыстырайық. Толқын әпке 1 жыл, жарым жыл болғанда жартылай ғана түстім дейді. Біз полный түстік. Иә, дұрыс, ол жартылай болмай толық керек. Енді ол кісі айтып жатыр, түгел өтейін онда деп. Өтіңіз дейді. Сөйтіп, енді сол маған дерек керек, қаншалман. Сосын маған осыны енді кімдерге Сұлтан да түсу керек, Амантай да түсу керек еркектерден, Қонысбай да түсу керек, Рысқали да түсу керек, еркектер міндетті тұр. Себебі ертең күнге керек. Себебі сендер түк бітірмедіңдер де ертеңгі сол уақыттарда өрісің түсіріп салыстыруға болады. Міне. Қаншалықты алға жылжыдың? Әр өзіңе де қызық емес па? Қаншалық жой алдың? Оны Тоқбергеннен сұрап, пәленнен сұрап, не керегі бар? Тұр ғой міне өрісіңде тұр ғой. Ол әйел келем дейді аппараттарын көтеріп. Қай жерге шақырасыңдар, сол жерге барамын. Жақсы, оны көреміз енді, оны өздерің ұйымдастырасыңдар. Енді оның бәрін мен сендерге бастамашы несін айттым, түсіндірдім. Қалай оқуға болатын оны да әлде де айта береміз. Сосын әрі қарай оны сендер зерттеулерің. Ғылым мектебі не үшін? Ғылым мектебі не үшін? Мен сонда жариялап қаншадан түсіреді екен ақша? Алдыңғы орыстық 15, бұл 10 мыңдан түсіреді. 10 мыңнан жинайып бәріміз. Иә, оны сосын айтарсыздар, оны оңаша айтасыңдар оны. Ол неде ғылым мектебінде осы өрісті сосын мұна үлкейтіп, жаңағы түрлі түстіге шығарып, осыны талқылауы керек сендерге. Міне, мен сендерге осы тақырып не болып отырмын да. Мысалы, Мәруан осыны талқылауын керек. Сосын енді соны барып, барып түсіретін болса, мешіттегі молдалармен келісіп, ақшасын біз төлейік. Біз үшін қызық болып отыр, сіздердің өрістеріңіз. Біз осыны орыстарға ұсынауымыз керек дегенді айту. Шында ғой. Ол бір мешітті бір шығарып тастайын деп отқан жоқпыз. Бірақ мешіттің деңгейінің өзінде де қазір айтып отыр. Олар міне осыны мешіт өздерін осылай қорғау керек. Әйтпесе мешіттегі айтып отыр, анау өйтті, мынау бүйтті дейді. Бірақ солардың өрістері, сол отырған жалаңбас жүріп, өздерінше мен тәңіршілмін, мен әруақшылмын, мен деп отқандардан әлде қайда олар намаз оқығаннан кейін, олар дәрет ұстағаннан кейін, олар артық бізден төмен болған енді. Сондықтан олар мешіт бізге көмектесу керек. Міне осы арқылы ғана біз дәлелдейміз. Олардың бәрін шығарып тастап біз қолдау емес. Ол өздерінің деңгейлерін көрсін. Нешінші өрісте тұр? Талқылайық соны. Сондай ортақ неге келіп, осыны ел биліктің өзі осыны біз үшін, осыны сонда ғана біз арамызда әділдік болады. Әділдік деген осы. Тоқаев әділетті Қазақстан құрам деп отыр ғой. Міне әділетті Қазақстан құруға ең бірінші рухани әркім осыны білу керек. Жұрттың жоғында мен ақыл айтам, мен бата берем дейтін болса, көрсетсін қолының түсі қандай тұрын. Қол таза ма екен, өрсін. Бата алуға бола ма екен деп. Мен ең соңынан деп отқаным сол, ол болмайды, өйткені ұрланады. Мен өрісінде тұрған құпиялы ұрланады. Сондықтан мен оған түспеймін. Әзір түспеймін. Кейін бір жеме-жемге келгенсе, соған сондық дәрежесі болса, тіптен еврейлердің анау басшыларын солай көңді, онда мен дайынмын. Яғни соңғы атылатын оқ болу керек та. Болмаса мен қазір оны түсіріп мен мақтан жәрілеп жүрсем не болды? Олар мақтанма бір жағынан. Сосын көбісі айтым, мынандай болам дегенше ол қиын қой деуі де мүмкін.
Мен 100% сенем, бұнада ешқандай несі мен дөңгелектің ішінде тұрғанымда. Себебі маған оны көрсетті Құдай. Сен енді дөңгелектің ішінде тұрсың деп. Мен енді дөңгелекте тұрмын ба, оны әлемге жариялауға болады, қазақта осындай бар деп. Сондықтан мен бұл қазақ, бұл менің нем емес, табысым емес, бұл қазақтың рухани байлығы кейін не қылуға болады деп, сосын мен оны әзірге оны көреді. Сол сияқты ертең сол менің деңгейіме көтерілгендер болса, оларға да тыйым салып қоядыр, жариялама деп. Біз менен де жоғары шығу керек әлі. Солай болу керек. Сонда мінеке тарихат мықты ма деген сұрақтарға жауап шығады. Ата жолын шынымен секта ма екен дегенде, анықтау керек Хазіреттен. Шынымен секта ма екен, дінін оқиық дейік. Сондықтан осыны сендер енді дінді, мына дінді шынымен дін маманы деген міне. Шынымен сен білімді дін маманы болғың келе ма? Ана осы өрісті оқу керек. Баяғыда бар екен да осыларда дін мамандар. Мінекей өріс. Осыны төр түсті ажырата бер, осы менен дін маманы дайындаңдар.